Келесі топ тағы бір үміткер, Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран Астана университеті. Тұран Астана. Ассалаумағалейкум, Нұр-Сұлтан! Бәрі жаңа. Жаңа президент, жаңа министрлер. Жаңа жылдарыңыз ән. Жаңа қалада, жаңа әкім. Жаңа әкім. Айтса жаңа әкім. Құтты болсын жаңа әкім. Қайдан алдың? Мешіттен. Шатастырып алдым мен жай. Осы деймді аптасына бір аяқ киім ауыстырады. Мен жұмадан қалмаймын ғой. Бүгінгі ойын біз үшін өте маңызды ойын. Нұр-Сұлтан қаласының командасы, Нұр-Сұлтан қаласының күні, Нұр-Сұлтан қаласының намысын қорғайды. Нұр-Сұлтанның алдындағы Астананың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Ақмоланың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Целиноградтың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Бозоқты деген қаланың намысын қорғаймыз. Оның алдындағы Биғазы, Дәндібай мәдениетінің намысын қорғайтын боламыз. Тоқташы жүке. Өзіміздің ақ намысымызды қорғай берейікші. Өзіміз қорғай алмай кеттік қой. Ойбой, мынау намыс туралы айтып жатыр ғой. Мынандай түрмен арық бұл. Қандай намыс сенде? Мынау ата-бабалары қандай болған білмейді. Білмейді. Не мынау, ет жеп болған екен, тіс шығуға болады ғана мен. Не мынау, арық бұл. Не істеп жатыр? Істейлеп жатырық деп ойладым. Сендер мен өйт намысыма тие бермеңдерші. Арық деп. Менде де намыс бар ғой. Макгрегордың өзі арық қой. Макгрегор несі? Қабанбай Батырды үлгі қылмай адам? Қабанбай Батыр кітапта дәу деп берілген ғой. Олар факт жоқ қой өлген екеніне. Киімдері қалған ғой өксілердің. Интернетте заказ беріп қойған жері қателема маған. Кешіре. Көпе ата айтсаңызшы, кезінде де мен сияқты арық батырлар болған жер. Қабанбайдың артында көрінбей қалған жер. Үндемей атса айтсаңызшы мыналарға. Кезінде оқыған кісі сол. Ұрыспа ол кісіге. Кешіріңіз көпе ата. Дәулет Кәрібектің өзі бар ғой. Білесің ба? Кезінде бар ғой. Арық болған ғой бұл кісі. Осы жұмысқа жас отанға кіргелі бер семіріп кетті ғой. Болды, қойшы. Білесің ба, мен 21 мың теңге алатынды? Тыныштық па сенгі? Анау қиналып кеткен екен, мен де өзімнің қалай қиналып алғанымды айтайын деген ғой. Бірақ мен әкеме риза болдым. Сол кезде ойлаған ғой, үйде жатып ақша табуға болатын. Олай болса, көп балалы отбасынан шыққан Тұран Астана. Кетті! Біздің елордамызда осындай көп адам жүреді, бірақ жұмыстың бәрін бір-ақ адам істейді. Қайырлы кеш достар, әлемде пара деген ұғым мүлдем болмаса. Жәке, менің балам жұмысқа алған үшін рахметін білдірейін деуін. Рахмет көп. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Бұдан параң дұрыс еді ғой, сенің құрсын. Бұл біздің жай ғана фантазиямыз. Полиция қызметкерлері аттестацияны осылай тапсыратын сияқты. Оңға! Кері бұрыл! Осындай да қызық болады екен. Көріпкел мұғалім. Саламатсыңдар ма оқушылар? Орынбек сабаққа не үшін келгесін? Сен бәрі ертең бомбыш боласың. Қайта бірейік. Фокусник ағамыз аяқ астынан ауылдың әкімі болып кетсе. Саламатсыздар ма ауыл тұрғындары? Ауылға газ. Ауылға су. Мұқты ғой. Ауылдың жолдары. Оппана кісін қоян қып жеріппін ғой мені.
кезінде тойда оператор болып жұмыс істеген ағамыз жаңалық түсірсе қалай болады екен? Қазіргі таңда Қазақстанда 20 миллион тоннаға дейінгі мұнай өндіру жоспарлануда. Осы уақыт. Ей, не істеп жатсың? Ойбай, столыңды түсіріп отырмын. Қуасың ба, мені түсірмейсің ба? Мен ғой жүргізіп жатқан. Ертең столында дым жоқ екен деп айтады ғой. Мені түсірі. Давай. Мен ғой жүргізіп жатқан. Давай. Сол 20 миллионға жоспарланып жатқанды қазір 3 компания бірігіп жүріп 18 миллионға. Қайда кетіп баратсың? Қайда? Айта берші, темекі шек білек бар бе? Қуасың ба, бері келе. Достар, ойын соңда. Жалпы біз қазақтарды барлығы аз деп жатады. 18 миллион азақпыз деп жатады. Исландия деген елді естігесіздер ма? Исландиялықтар бар ма залда? Ассалаумағалейкум. Алдын отырып алыпты. Вот Исландия елінде 300 мың халық тұрады екен. Ойлаңыздаршы, 300 мың халық бір елде. Қайрат Нұртастың подписчигінен аз ғой ма? Ойлаш, Қайрат Нұртастың подписчиктерін бәрі жиналып, Исландияны жауламаса. Ойлаш сен. Бірақ тыныштық керек, тыныштық. Тыныш бол. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мырза айтқандай, 300 жалынды жастардың қатарына енбесек те, жартылай финалға өткен жігіттердің тізіміне енгісі келетін Тұран Астана. Рахмет. Шарқырап жайнай берші, сен нұр сұлтан. Бәркелді